ерлердің белсіздігі, яғни эректиль дисфункциясы, жыныс мүшесінің әлсіздігі диагноз қойылатын болса, не істеу керек, неден бастау керек сұрап жатады. Әрине еркектер үшін ең ауыр диагноздың бірі осы. Ойлаңызшы, сіздің жыныс мүшеңіз істемейді десе, кім үшін? Бәріңіз бүкіл нәрсені қоюға дайынсыздар ғой. Өйткені өмірдің қызықтылығы, ұрпақтың сүюі осы нәрседен басталады ғой. Егер еркектің осы достоинствосы дұрыс болмайтын болса, өмірдің мәнін таппайды еркек. Ол тақырыптан қашады. Өйткені шындыққа тиген нәрсе әрқашанда адамды Құдай сақтасын әр нәрсеге апаруы мүмкін. Сол себепті бұндай жағдай диагноз қойылатын болса, бұл неден болды, қалай басталды, оны әрине тексеруден бастау керек. Қандағы гормондық деңгей түсіп кетті ма? Мүмкін сіздің ол жыныстық жүйеңіздің белсіздіктің басталуы, яғни әлсіреуі, бұл қабыну, қуық жолдарының қабыну ауруынан басталды ма? Мүмкін бұл сіздің бір депрессия, стресске түсіп кеткен жағдайлар болатын болса, соның кесірінен басталды ма? Мүмкін бір жағдай болуы мүмкін, бала кезде жыныс мүшесінің дұрыс дамымай қалуы мүмкін, бір гормонның жетіспей қалуы мүмкін, осыған байланысты пайда болды ма? Әрине бұны тексеру барысы көрсетеді. Сол себепті ең алдымен тексеруден бастау керек. Мүмкін кей адамдарда жүре пайда болған болуы мүмкін. Біреулер осы жасқа келген кезде жыныс мүшесі істемей қалып, қант диабетіне ұшырайды. Қан тамырдың бітелулері болуы мүмкін. Қан мүшеге келмегеннің кесірінен мүше істемеуі мүмкін. Егер де простатит ауруының асқынып кетуінің кесірінен мүше істемей қалуы мүмкін. Гормоны төмендеп кетуі мүмкін, ожирение толып кетуі мүмкін. Әйелдік гормонның көбейіп кетуінен мүше істемей қалуы мүмкін. Осы сияқты аталған факторлардың кесірінен еркекте белсіздік, яғни эректиль дисфункциясы пайда болуы мүмкін. Бұның ең алғашқы байқайтын бір симптомы бар, бұл таңғы эрекцияның жиі болмауы, яғни болмай кетуі соңғы уақытта. Ол да бір белгі болып табылады. Өйткені қарасақ, бұл кішкентай кездегі балада болатын бұл рефлекс, яғни болу керек жағдай. Еркектің қуығы сыздаған кезде бүкіл еркектің бойында осы эрекция байқалу керек. Байқалмайтын жағдайлар көбейетін болса, бұл жерде дабыл қағу керек. Бұл сіздің бойыңыздағы жыныс жүйенің әлсіреп бастауы. Оған арнайы анализдерді өткізу керек, гормондар тексеру керек, холестерин тексеру керек болады ма? Дәрігердің кеңесіне міндетті түрде жазылу керек. Осы арқылы сіздің бойыңыздағы болып жатқан жағдайларды анықтап табуға болады. Ары қарай енді қалай алдын аламыз, қалай емдейміз? Алдын алу үшін медициналық тексеруге міндетті түрде бару керек. Қандай симптом басталды, симптомды сразу бастаған кезде жүгіну керек. Екіншіден емдеу жолдары. Емдеу жолдары қазіргі уақытта интернетте қаптаған бір дәрі ішесің, ананы ішсең, мынаны ішсең деп жатады. Бұл кей жағдайларда алдын алуға көмектесуі мүмкін. Бірақ асқынған кезде оның көмегі болмауы мүмкін. Сол себепті ең алдымен дәрігердің кеңесіне жүгіну керек. Осы жағдайлар менің бойымда кездесіп жатыр. Не істесем болады, қай шешсем болады деген жігіттер шығуы мүмкін. Олай болса, осыған байланысты кеңес алғым келеді дейтін болсаңыздар, менің төменде телефон нөмірім тұр, шықсаңыздар болады. Сонымен қатар үй жағдайында осы аурулардың алдын алуға арнайы менің шығарған проектім бар. Яғни қуат көзі деген мынау дәрумендер жиынтығы бар. Осының арасында потенциалды көтеретін препаратымыз бар. Ол туралы ақпарат алу үшін төмендегі телефон нөмірге хабарласып, өзі сұрағыңызды қойсаңыз, біздің менеджерлер сізге толық ақпарат беретін болады.